Бұл әңгімені бұрын ешкім естімеген. Толығын видеодан тыңдаңыз. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, рахмет. Қаңтардың ызғары сүйектен өтетін күн еді. Қала шетіндегі ескі аялдамада бір қария отыр. Астында мұз қатқан орындық, үстінде жұғарып кеткен қара пальто. Қолындағы дорбасы да ескі. Ішінен бір бөлке нан мен дәрі-дәрмектің бос қораптары көрінеді. Ол адам жай ғана шаршап отырғандай емес, бір жола тоқтағандай көрінетін. Аялдама жанынан адамдар өтеді. Бірі телефонға үңілген, бірі асығыс. Ешкім оның жүзіне тіке қарамайды. Қарияның көзі алыста. Жолдың ар жағындағы жарық терезелерде. Бір үйдің ішінде дастархан жайылып, отбасы шай ішіп отырғанда елестейді. Ол терезелерге ұзақ қарайды. «Балам», деп сыбырлады ол. Дауысы желге жұтылып кетті. Сол маңда көлігімен баяу келе жатқан Нұрлан аялдама жанынан өткенде көзі еріксіз сол қарияға түсті. Әдетте ол тоқтамайтын. Қалада мұндай көрініс көп. Бірақ бүгін бірдене жүрегін тырнап өтті. Қария орнынан тұрмақ болып еді. Аяқтары қалтырап, қайта отырды. Нұрлан айнадан тағы қарады. Жүрегі мазасыз соқты. «Бір нәрсе дұрыс емес», деді ол өзіне. Көлігін шетке тоқтатты. Жақындаған сайын қарияның жүзі анық көрінді. Беті әжімде толы, мұрны қызарып кеткен. Бірақ көздері ерекше еді. Терең, шаршаған. Біреуді күтіп отырғандай. «Ата, жағдайыңыз қалай?» деді Нұрлан еңкейіп. Қария басын баяу көтерді. Даусын әрең шығарды. «Суық. Үйге кірейін десем», деп тоқтап қалды. «Қайда тұрасыз?» Қария үнсіз қалды. Көзінде бір сәтті қорқыныш жылт етті. «Балаларым, уақытша», деді де сөзін аяқтай алмады. Нұрлан дорбаны байқап қалды. Ішінде ешқандай артық зат жоқ. Тек нан. Киім де жоқ. Құжат та көрінбейді. «Ата, тоңып қалғансыз. Жүріңіз, көлікке отырыңыз». Қария орнынан тұрмақ болды. Бірақ аяқ астынан теңселіп, қолымен Нұрланның иығынан ұстады. Саусақтары мұздай еді. «Кешір, балам», деді кенет. Нұрлан селк етті. «Балам» деген сөз жүрегіне тиді. Бейтаныс адамнан естігенде де бір түрлі әсер етті. Сол сәтте қарияның денесі босап, салмақ болып Нұрланға құлады. «Ата! Ата!» Жауап жоқ. Нұрлан дереу жедел жәрдем шақырды. Қарияның қамырын ұстап көрді. Әлсіз соғып тұр. Аурухана. Дәрігерлер оны қабылдап алып кетті. Нұрлан дәлізде жалғыз қалды. Сағатына қарады. Кешкі 8:30. Үйде әйелі күтіп отырған. Бірақ ол кете алмады. 1 сағаттан кейін мейірбике шықты. Жағдайы тұрақты, қатты тоңып қалған, қан қысымы түсіп кеткен. «Құжаттары бар ма?» Қалтасынан жеке куәлік шықты. Нұрлан құжатты қолына алды. Сейтқалиұлы Мұрат, 1953 жыл. Фамилиясы көзге оттай басылды. Нұрланның жүрегі бір сәт тоқтап қалғандай болды. Сейтқалиұлы. Оның өз әкесінің аты Сейтқали еді. Бұл жай сәйкестік пе? Құжаттағы туған жерін оқығанда қолы дір етті. Сол ауыл, сол аудан. Нұрлан қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Ішінде бір белгісіз қорқыныш пен үміт аралас сезім оянды. «Болуы мүмкін емес», деп сыбырлады. Бірақ жүрегі керісінше соғып тұрды. Бұл кездейсоқтық па? Әлде тағдыр ма? Дәл сол сәтте палата ішінен әлсіз дауыс естілді. «Нұрлан». Ол қатып қалды. Палата іші тым-тырс еді. Терезе сыртында түнгі қала шамдары жылтырайды. Нұрлан есік алдында қатып тұр. «Нұрлан» деген әлсіз дауыс тағы шықты. Ол баяу ішке кірді. Қария көзін әрең ашып жатыр. Бетіне оттегі маскасы тағылған, бірақ көзі анық, таныс бір жылылық бар. «Сіз мені танысыз ба?» деді Нұрлан даусы бәсеңдеп. Қария ұзақ қарады. Көзінен жас сырғып кетті. «Анаң, Гүлмира, аман ба?» Нұрланның жүрегі тарс етіп соқты. Бұл есімді ешкім білмейтін, әсіресе бөтен адам. «Қай Гүлмира?»
деді ол даусы қатайып. Сен кішкентай кезінде көк күрткен болатын. Үнемі жүгіріп жүретін едің. Қария сөз арасында демін әрең алып сөйледі. Мен кінәлімін. Нұрлан шегініп кетті. Көк күртке. Ол бала кезінде расында көк күртке киген. Анасы айтып отыратын. Әкесі кетер күні сол күрткемен аулада жылап қалғанын. Сіз кімсіз? Деді ол сыбырлап. Қария көзін жұмды. Мен сенің әкеңмін. Дүние төңкеріліп кеткендей болды. Нұрлан палата сыртындағы орындыққа отыра кетті. Демі жиілеп кетті. 10 жасында жоғалған әке. Ішімдікке салынып бір күні үйден шығып кетіп, қайта оралмаған адам. Анасы оны өлді деп айтатын. Құжат жүзінде тірі екенін ешқашан білмеген. Ал қазір ол адам осы палатада жатыр. Көшеде тасталып кеткен. Нұрлан бірден анасына қоңырау шалды. Апа, бір нәрсе айтайын ба? Сабырмен тыңдашы. Не болды? Даусым біртүрлі ғой. Мен бір қарияны ауруханаға келдім. Аты Мұрат. Әкесінің аты Сейтқали. Телефон ар жағында үнсіздік орнады. Апа? Терең дем алған дыбыс естілді. Жүзінде тыртық бар ма, сол жақ қасында? Деді анасы баяу. Нұрлан палатаға қайта кіріп, қарияның бетіне қарады. Иә, сол жақ қасында кішкентай ескі тыртық бар. Бар. Телефон тұтқасының ар жағында жылаған дыбыс шықты. Ол тірі ме? Нұрлан жұдырығын тиді. Тірі. Мен оны соңғы рет 30 жыл бұрын көрдім. Түн ортасына дейін Нұрлан палата жанында отырды. Ойы сан-саққа жүгірді. Ашулану, өкпе, қызығушылық, қорқыныш. Неге қайттың? Неге дәл қазір? Таңға жуық дәрігер шықты. Жағдайы бірқалыпты, бірақ жеке күйзелісі болған. Соңғы күндері дұрыс тамақ ішпеген сияқты. Балалары бар ма? Деп сұрады Нұрлан. Қабылдау бөлімінде айтқан. 3 балам бар деді. Нұрлан құжаттағы мекенжайды қайта қарады. Қаланың басқа шеті. Ол телефон нөмірін тауып қоңырау шалды. Бірнеше гудоктан кейін ер адам көтерді. Алло? Сәлеметсіз бе? Мен Мұрат Сейтқалиұлына қатысты хабарласыптымын. Әкеңіз ауруханада. Ар жақта үнсіздік. Қандай әке? Деді суық дауыс. Сіздің әкеңіз көшеде табылды. Кекесін аралас күлкі естілді. Қайда барса да өзі білет. Бізге керек жоқ. Өз еркімен кеткен. Ол қарт адам. Жағдайы ауыр болды. Біз оны үйге кіргізбейміз. Түсіндіңіз бе? Деді әлгі дауыс қатқылданып. Егер жанашыр болсаңыз, өзіңіз қараңыз. Қоңырау үзіліп кетті. Нұрлан телефонға қарап тұрды. Өзіміз қараңыз. Ол баяу басын көтерді. Палата ішіне қарады. Әкесі. Көшеде қалған әкесі. Таң жарығы терезеден түсіп, қарияның жүзіне түсті. Жарықта ол бұрынғыдан да әлсіз көрінді. Нұрланның ішінде бір шешім пісіп келе жатты. Бұл жай сәйкестік емес еді. Бұл тағдырдың қайтарған есебі. Таң толық атқанда Нұрлан әлі аурухана дәлізінде отыр еді. Көзі ілінбеген. Бір түннің ішінде өмірі екіге бөлінгендей болды. Әкесі жоқ өмір және әкесі қайта оралған өмір. Палатаға кіргенде қария ояу жатыр екен. Көзі терезеде. Бірақ Нұрланды сезгендей басын бұрды. Кеттім бе деп ойлап едім, деді ол бәсең. Мен ешқайда кеткен жоқпын, деді Нұрлан салқын дауыспен. Неге менің атымды білесіз? Қария біраз үнсіз жатты. Сосын ауыр дем алды. Әкең ешқашан ұмытпайды баласының атын. Нұрланның бойында ашулап етті. Қай әке? Қай әке дейсіз? Әке деген отбасын тастап кетпейді. 10 жылдық баласын есік алдында жылатып кетпейді. Палата іші ауыр тыныштыққа толды. Қария көзін жұмды. Ішімдік, ақымақтық, намыс. Бәрін былғадым. Сендерді емес, өзімді де жоғалттым. Ал неге іздемедіңіз? Деді Нұрлан жақындап. Неге бір рет келмедіңіз? Бардым. Нұрлан селк етті.
Бардым. Сен 13-те едің. Анаң есікті жапты. Дұрыс істеді. Менің тірімді көргісі келмеді. Нұрлан бұл туралы ешқашан естімеген. Анасы айтпаған. Кейін, деді ол. Кейін кеш болды. Басқа елмен тұрдым. 3 балам бар. Бірақ қарияның даусы дір етті. Ешқайсысы сен емес. Нұрланның кеудесі қысылып кетті. Бұл сөз жүрекке ауыр тиді. Кешке қарай Нұрлан үйіне барды. Үй іші жылы. Әйелі Асел ас үйде. 3 жасар қызы еденде ойнап отыр. Осындай тыныш үйге кеше көшеде отырған адамды әкелу мүмкін емес сияқты. Неге кешіктің? Деді Асел. Бір адамды ауруханаға апардым, деді Нұрлан қысқа. Бөтен адам ба? Жоқ. Асел оның жүзіне қарады. Кім? Нұрлан жұтынып алды. Әкем. Аселдің қолындағы қасық тарс етіп түсті. Сенің әкең қайтыс болған емес пе? Жоқ. Тірі. Көшеде қалған. Үй іші үнсіз қалды. Нұрлан, сен оның бізге қатысы барын түсінесің бе? Деді Асел жай, бірақ салмақты дауыспен. Ол сені тастап кеткен. Енді сен оны үйге әкелмекшісің бе? Мен әлі ештеңе шешкен жоқпын, деді Нұрлан ашуланып. Бірақ ол менің әкем. Ол сені әке деп қабылдады ма кезінде? Деді Асел өткір. Бұл сұрақ жауапсыз қалды. Сол түні Нұрлан ұйықтай алмады. Балалық шағы көз алдына келді. Анасының көз жасы. Әкесін күткен күндер. Аулада тұрған көк күртке. Мүмкін ол расында келген шығар. Мүмкін анам айтпаған шығар. Таңертең ол шешім қабылдады. Бірінші, шындықты толық білу. Екінші отбасының балаларымен бет-бе-бет сөйлесу. Үшінші, анасына бәрін ашық айту. Ауруханаға қайта барғанында дәрігерлер жаңа ақпарат берді. Оны көшеге балалар өздері шығарып тастаған болуы мүмкін, деді Мейірбике сыбырлап. Көршілер солай айтты. Нұрланның көзіндегі от күшейді. Неге? Үйді сатпақ болған. Қария қол қоймаған сияқты. Міне, шындықтың иісі сезілді. Бұл жай әкеден бас тарту емес. Бұл мүлік үшін тастау. Нұрлан палата есігін ашты. Қария үнсіз жатыр. Үйінді сатқысы келді ме? Деді ол тікелей. Қария көзін баяу ашты. Жауап бермей-ақ бәрін мойындаған көзқарас. Мен қол қоймадым, деді ол әлсіз. Сол үшін Нұрланның жұдырығы түйілді. Енді бұл жай өткеннің есебі емес. Бұл әділет мәселесі. Және ол бұл жолы сыртта қалмайды. Нұрлан таңертең ерте қария жатқан палатаға кіргенде, оның жанары өзгергенін байқады. Кеше ғана үміт оты жылтылдаса, бүгін әлде бір күдік бар. Олар хабарласты ма? Деді қария әлсіз. Хабарластым, деді Нұрлан қысқа ғана. Қария бәрін түсінгенде көзін төмен түсірді. Не деді? Өзіңіз қараңыз, деді. Палата іші суып кеткендей болды. Сол күні Нұрлан құжаттағы мекенжай бойынша қарияның екінші отбасы тұратын үйге барды. Қала ортасындағы 3 бөлмелі пәтер. Есікті орта жастағы ер адам ашты. Суық көзқарас. Сіз кімсіз? Деді ол. Мен Мұрат Сейтқалиұлының танысымын. Ауруханада жатыр. Ер адам селт етпеді. Білеміз. Неге көшеде қалды? Өзі кетіп қалды, деді ол бірден. Өзі ме? Әлде сіздер шығарып жібердіңіздер ме? Ер адам ашуланды. Қараңыз, бұл біздің отбасылық мәселе. Сіз араласпаңыз. Ол сіздің әкеңіз ғой. Әке? Деп күлді ол ащы. Әке деген балаға үй қалдыратын адам. Ол үйге қол қоймай қойды. Біз не істеуіміз керек? Қарыз бар. Пәтерді сатпасақ, банк тартып алады. Міне шындық. Яғни қол қоймаған үшін оны көшеге шығарып жібердіңіздер ме? Біз ешкімді көшеге шығарған жоқпыз. Өзі ренжіп кетті. Қыс ортасында, жалаң аяққа жақын кейде ме? Үнсіздік. Сол кезде іштен әйел дауысы шықты. Кім ол? Біреу әкем туралы сұрап тұр, деді ер адам. Іштен тағы бір ер адам шықты. Кішісі болса керек. Біз оны асырадық, деді ол ашық. Қарттар үйіне берейік десек көнбеді. Үйді сатайық десек қол қоймады. Біз де өмір сүруіміз керек қой. Ал ол қайда бару керек еді? Деді Нұрлан тістеніп. Бізге кедергі жасамау керек еді. Осы сөз бәрінен ауыр тиді. Кедергі. Өз әкесін кедергі деп атау.
Нұрлан олардың бетіне ұзақ қарады. Қанша ашуланса да қол көтере алмады. Бірақ ішінде бір нәрсе сынғандай болды. Ол тірі, ауруханада жатыр. Барып көріңіздер. Уақытымыз жоқ, деді үлкені. Нұрлан басын изеді. Онда есіңізде болсын, егер бірдеңе болса, ар алдындағы жауап сіздердің мойындарыңызда. Ол есікті тарс жауып шықты. Ауруханаға қайта келгенде қария оның жүзінен бәрін оқыды. Бардым ба? Деді жай. Бардым. Келеміз деді ме? Нұрлан үнсіз қалды. Қария баяу басын шайқады. Мен жаман әке болдым. Енді жаман қария болдым. Жоқ, деді Нұрлан қатқыл. Жамандық жасаған олар. Жоқ, балам, деді қария көзін жұмып. Адам не ексе, соны орады. Бұл сөз Нұрланның жүрегін тіліп өтті. Бірақ бір нәрсе анық еді. Ол бұл жолы әкесін жалғыз қалдырмайды. Кешке дәрігер Нұрланға айтты. Ертең шығарамыз. Қарайтын адамы бар ма? Нұрлан бір сәт ойланды. Алдында екі жол тұр. Қарттар үйі, немесе өз үйі. Үйінде әйелі қарсы. Бірақ жүрегі басқа шешімге итеріп тұр. Палатаға кіріп әкесіне қарады. Ертең шығасыз, деді ол. Қария үнсіз күтті. Сіз менімен жүресіз. Қария көзін көтерді. Сенімсіздік, үміт, қорқыныш. Үйіне ме? Нұрлан терең дем алды. Иә, үйіме. Сол сәтте есік сыртында біреу тыңдап тұрғанын ол байқамады. Ауруханадан шығатын күн туды. Нұрлан құжаттарға қол қойып, әкесін киіндіріп жатқанда, палата есігі тарс ашылды. Кеше ғана уақытымыз жоқ деген үлкен ұлы кіріп келді. Артынан інісі. Қайда алып бара жатырсыз? Деді үлкені суық үнмен. Нұрлан бұрылды. Үйіме. Қандай құқығыңыз бар? Ал сіздердің қандай құқығыңыз болды оны көшеге қалдыруға? Ауа қалындап кетті. Қария төсекте үнсіз отыр. Екі жаққа алма кезек қарайды. Біз оны тастаған жоқпыз, деді кіші ұлы. Өзі кетіп қалды. Қол қоймаған үшін ме? Деді Нұрлан тіке қарап. Үлкен ұлы үндемеді, бірақ көзіндегі ыза бәрін айтып тұрды. Үй әкемнің атына тіркелген, бірақ біз бірге тұрдық. Коммуналдық, қарыз, бәрін біз төледік. Енді сатпасақ банк алады. Сонда оны қыстың күні далаға шығару шешім бе? Деді Нұрлан. Біз қарттар үйіне орналастырайық дедік. Көнбеді, деді кіші ұлы. Қол қоймаймын деді. Бәрін бізге қарсы қойды. Сол кезде қария ақырын сөйледі. Анаңның аманаты еді. Бөлме тына қалды. Қандай аманат? Деді үлкені ашуланып. Өлгенде балаларымды бөлмей үйді сақта деген, деді қария. Бізде бала емеспіз бе? Деді үлкені даусын көтеріп. Нұрлан бәрін тыңдап тұрды. Бір нәрсе анық болды. Бұл жерде тек мүлік емес, жылдар бойы жиналған өкпе, реніш, есеп бар. Қанша қарыз? Деді Нұрлан кенет. Екі бауыр бір-біріне қарады. Ол сізге керек емес. Керек. Егер мәселе ақшада болса, ашық айтыңыздар. Үлкені күрсінді. 10 миллион теңге шамасында. Несие, қарыз. Нұрлан ішінен есептеп өтті. Бұл оңай ақша емес. Үй қанша тұрады? 45 миллион. Демек, үйді сатса бәріне жетеді. Бірақ қария тірі кезінде қол қоймаса, мәміле жүрмейді. Әкеңіз қол қоймаса, сот арқылы шешуге болады, деді Нұрлан сабырлы. Бірақ ол үшін оны әрекетке қабілетсіз деп тану керек. Бұл сөз қарияға пышақтай тиді. Мені жынды қылмақсыңдар ма? Деді ол сыбырлап. Үлкен ұлы үнсіз қалды. Міне, шындық осы еді. Олар әкесін сот арқылы қабілетсіз деп танып, үйді сатпақ болған. Нұрланның бойындағы ашу қайнады. Мен оған жол бермеймін, деді ол нық. Сіз кімсіз өзі? Деді кіші ұлы. Нұрлан бір сәт тоқтады. Мен оның тұңғыш ұлымын. Бөлме тына қалды. Не? Деді үлкені. Қария көзін жұмды. Я, деді баяу. Ол менің бірінші әйелімнен туған балам. Екі бауыр аң-таң. Бізге ешқашан айтпадыңыз, деді үлкені. Айта алмадым. Нұрлан енді бәрін ашық айтты.
Ол бізді тастап кеткен. Бірақ мен оны көшеде қалдырмаймын. Егер сотқа жүгінсеңіздер, мен қарсы шығамын. Әкемнің ақыл есі дұрыс, оны ешкім жынды қылмайды. Үлкен ұлы тістеніп тұрды. Бұл әлі бітпейді, деді ол. Я, деді Нұрлан. Енді ғана басталды. Сол күні Нұрлан әкесін көлігіне отырғызды. Қария үнсіз. Қорқып отырсыз ба? Деді Нұрлан. Жоқ, тек лайық емеспін, балам. Оны уақыт көрсетеді, деді Нұрлан. Көлік үй ауласына кіргенде терезеден Асел қарап тұрды. Көлік аулаға тоқтағанда Нұрлан бір сәт рөлге жабысып отырып қалды. Үйдің терезесінде Аселдің сұлбасы көрінеді. Перде сәл ашық. Ол бәрін көріп тұр. Түсейік, деді Нұрлан. Қария баяу қозғалды. Үйдің есігіне дейінгі бірнеше қадам оған ауыр тиді. Бұл қадам жай баспалдақ емес, бөтен шаңыраққа кіру еді. Есікті Асел ашты. Екеуі үнсіз көзбен амандасты. Асел, бұл әкем, деді Нұрлан. Асел сыпайы ғана бас изеді. Сәлеметсіз бе? Қария дауысы шықпай басын изеді. Үй іші бір түрлі тарылып кеткендей сезілді. Нұрлан әкесін қонақ бөлмедегі диванға отырғызды. Қызы жүгіріп келіп таңырқай қарады. Бұл кім? Деді ол. Бұл атаң, деді Нұрлан бірден. Асел оған өткір қарап қалды, бірақ үндемеді. Кешкі ас үнсіз өтті. Қасықтың тықыры ғана естіледі. Қария аз ғана тамақ жеді. Қолы дірілдейді. Дәрілерін іштіңіз бе? Деді Нұрлан. Іштім. Асел шыдай алмай сөйледі. Нұрлан, сөйлесуіміз керек. Олар ас үйге кірді, есікті жапты. Сен маған ақылдаспай шешім қабылдадың, деді Асел ашуын жасырып. Бұл біздің үй, біздің баламыз бар. Мен оны көшеде қалдыра алмадым. Мен де адаммын, мен де аяймын. Бірақ ол сені тастап кеткен. Енді сен бәрін ұмытып, батыр болып шыққың келе ме? Бұл батырлық емес, бұл парыз. Парызды ол орындады ма кезінде? Нұрлан үнсіз қалды. Аселдің көзіне жас келді. Мен сенің жүрегінің жұмсақ екенін білемін, бірақ ертең сот, жанжал, ақша мәселесі басталса ше? Оның балалары келіп айқайласа ше? Бізге тыныштық керек. Мен бәрін шешемін, деді Нұрлан қызға. Сен бәрін жалғыз шеше алмайсың. Бұл сөз шындық еді. Түн. Үй іші ұйқыға кеткен, бірақ ешкім шынымен ұйықтап жатқан жоқ. Қария диванда көзін ашып жатыр, төбеге қарап. Балам, деді баяу. Нұрлан жанына келді. Я? Мен кетейін, сендерді бөлмейін. Жоқ, деді Нұрлан бірден. Менің кесірім тимесін, өміріңді былғама. Нұрлан терең дем алды. Сіз менің өмірімді былғағансыз, көп жыл бұрын. Енді қашып құтыла алмайсыз. Қария оның жүзіне қарады. Жек көресің бе? Ұзақ үнсіздік. Білмеймін, деді Нұрлан шындықпен. Бірақ сізді көшеде қалдырғым келмейді. Бұл кешірім емес еді. Бірақ жек көрушілік те емес. Таңға жуық есік қоңырауы қатты соғылды. Нұрлан селк етіп оянды. Есікті ашқанда босағада үлкен ұлы тұр. Қасында учаскелік полицей. Біз арыз жаздық, деді үлкені. Әкемді заңсыз алып кеттіңіз деп. Полицей салқын үнмен сөйледі. Азамат, жағдайды анықтауымыз керек. Қария өз еркімен келді ме? Нұрлан артқа бұрылды. Қария есік жаққа қарап тұр. Енді бәрі оның бір ауыз сөзіне байланысты еді. Мен, деді қария даусы дірілдеп. Үй іші демін ішіне тартып тұрды. Полицей есік алдында тұр. Үлкен ұлының көзінде ыза мен сенімсіздік. Асел ас үйден қарап тұр. Кішкентай қыз әкесінің аяғынан ұстап алған. Барлығы бір ғана сөзді күтті. Қария қабырғаға сүйеніп тұрды. Даусы дірілдейді. Мен, деп бастады ол. Өз еркіммен келдім. Полицей нақтылап сұрады. Сізді ешкім мәжбүрлеген жоқ па? Қария Нұрланға қарады. Көзінде қорқыныш емес, шешім бар. Жоқ. Ұлым мені көшеден көтеріп әкелді. Мен осында қалғым келеді. Үлкен ұлы ашуға булығып кетті. Әке, ойланыңыз, олар сізді пайдаланады. Пайдаланатын сендер едіңдер, деді қария әлсіз болса да анық. Бұл сөз оқтай киді. Полицей басын изеді.
Егер өз еркіңіз болса, біз араласа алмаймыз. Бірақ отбасылық дауды сот шешеді. Есік жабылды. Үлкен ұлы кетерде Нұрланға сыбырлап айтты. Біз мұнымен тоқтамаймыз. Мен де, деді Нұрлан. Сол күннен кейін үй іші мүлде өзгерді. Асел сырттай сабырлы болғанымен, іштей қысында жүрді. Көршілер сыбырлай бастады. 2 рет белгісіз нөмірден қоңырау түсті. Үнсіз тұрып қояды. Қария өз-өзін бөтен сезінді. Аселге көмектеспек болып, ыдыс жуамын деді. Қолынан табақ түсіп кетті. Кішкентай қызға ертек айтпақ болды. Сөзі шатасты. Мен шынымен артықпын, деді ол бір кеште. Нұрлан қақарсы отырды. Сіз артық емессіз, бірақ бәрі оңай болмайды. Мен сенен бір нәрсе сұрайын ба, деді қария. Айтыңыз. Егер мен кетсем, жеңілдейсің бе? Бұл сұрақ Нұрланды тоқтатты. Ол ұзақ ойланып барып жауап берді. Білмеймін. Бірақ сіз тағы қашсаңыз, мен сізді енді іздемеймін. Қария көзін төмен түсірді. Мен қашпаймын. Келесі аптада соттан шақырту келді. Екінші отбасының балалары талап арыз берген. Әкесін әрекетке қабілетсіз деп тану, мүлкін басқару құқығын алу. Бұл соғыс жариялау еді. Асел қағазды оқып отырып ауыр күрсінді. Енді түсіндің бе? Бұл жай мейірім емес. Бұл заң, ақша, жеке. Нұрлан үнсіз. Қария қағазды көріп орындыққа отыра кетті. Мені жынды қылмақ, деді ол сыбырлап. Жоқ, деді Нұрлан нық. Мен жол бермеймін. Егер сараптамаға жіберсе ше? Бұл ең ауыр тұс еді. Психиатриялық сараптама. Қария жасын әлсіздігін ескерсек, кез келген қорытынды шығуы мүмкін. Онда күресеміз, деді Нұрлан. Асел алғаш рет оның жанына келіп отырды. Біз күресеміз, деді баяу. Бұл қолдау еді. Сопқа дейін бір апта бар. Бірақ дәл сол түні күтпеген оқиға болды. Түн ортасында қария жоғалып кетті. Диван бос. Есіктің құлпы іштен ашылған. Үстел үстінде бір ғана қағаз жатыр. Кешір балам. Сенің өмірімді ауырлатқым келмейді. Нұрланның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Тағы да ол кетіп қалды. Бірақ бұл жолы Нұрлан 10 жасар бала емес еді. Бұл жолы ол іздейді. Және табады. Нұрлан қағазды қайта-қайта оқыды. Кешір балам. Сол баяғы сөз. Сол баяғы қашу. Қайда кетуі мүмкін? Деді Асел абыржып. Нұрлан бір сәт ойланып тұрды. Әкесі әлсіз, ақшасы жоқ, таныстары аз. Бірақ бір нәрсе есіне түсті. Ескі үйі. Бірақ кілт жоқ қой. Оған бәрібір, деді Нұрлан. Ол көлікпен қария тұрған бұрынғы пәтерге жетті. Аула қараңғы. Терезелердің бірінен жарық көрінеді. Подъезге кіргенде 3-ші қабаттан айқай естілді. Қол қоймаймын дедім ғой, деген қарияның әлсіз дауысы. Нұрлан жоғары жүгірді. Есік ашық. Іште үлкен ұлы мен інісі тұр. Қария қабырғаға сүйенген. Не болып жатыр? Деді Нұрлан кіре сала. Өзі келді, деді үлкені. Енді заңды түрде шешеміз. Түн ортасында ма? Қарияның алдында қағаз жатыр. Сату келісім шарты. Қол қой дедік, сонда бәрі тыныш болады, деді кіші ұлы. Мен тірімін, тірі адам үйін өзі шешеді, деді қария қалтырап. Нұрлан ашуға булықты. Бұл қысым, мен полиция шақырамын. Шақыр, деді үлкені. Әкеміз ғой, бізбен бірге тұрды. Сол сәтте қария теңселіп кетті. Қолымен жүрегін ұстап жерге отырды. Әке, деп айқайлады Нұрлан. Қағаз жерге ұшты. Нұрлан жедел жәрдем шақырды. Үлкен ұлы бір сәтке абдырап қалды. Біз тек сөйлескіміз келді. Сөйлесу ме? Деді Нұрлан ашумен. Бұл қысым. Аурухана. Бұл жолы жағдай ауырлау. Жүрекке күш түскен. Дәрігер Нұрланды шетке шақырды. Жүйке соққысы. Қарт адамға мұндай стресс қауіпті.
тағы қайталанса, салдары жаман болуы мүмкін. Нұрлан қабырғаға сүйенді. Ол бәрін түсінді. Бұл тек мүлік дауы емес. Бұл өмір мен өлімнің шекарасы. Палатада қария көзін әрең ашты. Кешір, тағы әуреге салдым. Сіз әуре емессіз, деді Нұрлан қатты. Енді еш қайда бармайсыз. Олар бәрібір сотқа береді. Берсін. Нұрлан орындыққа отырып, әкесінің қолын ұстады. Алғаш рет өзі ұстады. Мен сені қорғаймын, деді ол анық. Бұл жолы қашпаймын да, жібермеймін де. Қария оның қолын қысты. Мен сені іздеп жүрдім. Көп жыл. Батылым жетпеді. Нұрланның көзіне жас келді, бірақ ол оны көрсетпеді. Кешірім сұрауға кеш емес пе? Деді ол. Кеш, бірақ шын, ұзақ үнсіздік. Сол сәтте Нұрланның ішінде бір нәрсе өзгерді. Ол алғаш рет әкем деп емес, менің әкем деп ойлады. Келесі күні сот отырысының күні белгіленді. Екінші отбасының балалары талапты күшейтті. Қария психологиялық қысымға ұшыраған, шешім қабылдауға қабілетсіз. Бұл тікелей соғыс. Нұрлан адвокат жалдады. Сараптама тағайындалды. Егер сараптама қабілетсіз десе, бәрі бітеді. Палатада тыныштық. Қария терезеге қарап отыр. Егер мені жынды десе, сен сенесің бе? Деді ол баяу. Нұрлан ойланбастан жауап берді. Жоқ. Неге? Өйткені мен сіздің ақылсыз емес, қателескен адам екеніңізді көріп тұрмын. Қарияның көзінен жас ақты. Бірақ дәл сол түні күтпеген жаңалық келді. Адвокат хабарласты. Қызық жағдай. Үйдің құжатында тағы бір мұрагер бар екен. Қалай? Деді Нұрлан. Бірінші некеден туған бала. Нұрлан үнсіз қалды. Бұл сіз, деді адвокат. Енді бәрі мүлде басқа арнаға бұрылмақ. Сот залы салқын еді. Ауада кернеу сезіледі. Бір жақта Нұрлан мен әкесі. Екінші жақта 3 бала қабағы қатулы. Судья құжаттарды қарап шықты. Бірінші некеден туған ол Нұрлан Сейтқалилұлы. Заң бойынша ол да тең мұрагер. Залда сыбыр күшейді. Үлкен ұлының жүзі өзгерді. Бұл бізге айтылмаған, деді ол. Айтылмауы заңды жоққа шығармайды, деді судья. Енді жағдай басқаша еді. Үйді сату үшін 4 мұрагердің келісімі керек. Судья психиатриялық сараптама қорытындысын оқыды. Қарияның ақыл есі дұрыс. Өз әрекетіне толық жауап береді. Екінші жақтың соңғы үміті сөнді. Сот үзілісінде үлкен ұлы Нұрланға жақындады. Не қалайсың? Үйді өзіне алғың келе ме? Нұрлан тыныш сөйледі. Мен ештеңе алмаймын. Онда не үшін араластың? Әкемді көшеде қалдырмау үшін. Үлкен ұлы үнсіз қалды. Егер үйді сатқыларың келсе, сатыңдар. Бірақ әкем тірі кезінде оның келісімімен, қысымсыз. Ал сатылған ақшаның үлесін тең бөлесіңдер. Және әкемнің өмірінің соңына дейін тұратын жерін қамтамасыз етесіңдер. Бұл талап емес, шарт еді. Ұзақ талқылаудан кейін келісім жасалды. Үй сатылды. Ақша бөлінді. Қария өз үлесін Нұрланға бермек болды. Мен саған қарызбын, деді ол. Нұрлан басын шайқады. Жоқ, қарыз жабылмайды. Бірақ өмір жалғасады. Бір айдан кейін. Қария Нұрланның үйінде емес, жақын маңнан шағын бір бөлмелі пәтерге көшті. Ақшасының бір бөлігі соған жетті. Қалғанын банкте қалдырды. Мен сенің шаңырағында масыл болғым келмейді, деді ол. Бірақ күн сайын немересін көруге келіп тұрды. Кішкентай қыз оны мойнына асылып, ата, ертегі айтшы дейтін. Енді оның сөзі шатаспайтын. Бір кеште бәрі бір дастарқан басына жиналды. Асел де жұмсарған. Ол қарияға шай құйып берді. Әке, қанталасыз ба? Деді байыппен. Бұл сөз қарияның жүрегіне жүретті. Әке. Нұрлан әкесіне қарап отырды. Баяғы реніш толық жоғалмаса да, орнында бір тыныштық бар.
Мен сені кешірдім бе? Деді Нұрлан бір сәтте. Қария үнсіз күлімсіреді. Білмеймін балам. Бірақ сен мені адам қылдың. Ұзақ үнсіздік. Сосын Нұрлан жай ғана айтты. Әке, ертең немерейінің балабақшадағы мерекесіне бірге барамыз. Қарияның көзіне жас келді. Көшеде қалған адам енді мерекеге шақырылған ата болды. Кейде өмір кешігіп кешірім береді. Бірақ егер бір адам қолын созса, қарттық та, өкпе де, өткен де үй табады. Ал бұл жолы ол үй көше емес еді.